Қайырлы күн, қадірлі көрермендер. Бүгін сіздерге қарапайым, бірақ сонымен қатар ерекше қуатты бір табиғи құрал туралы айтып береміз. Бұл құралды бар болғаны бір апта бойы қолданғанның өзінде ғажайып нәтиже береді. Оның дайындалуына қажетті заттар әрбір үйде бар. Бұл сарымсақ пен бал. Әрине, бұл екі өнімнің әрқайсысы өз алдына емдік қасиетке ие. Бірақ екеуі бірге болғанда, бұл нағыз табиғи күш. Олар бір-бірін мінсіз толықтырып, бірнеше есе жоғары емдік әсер береді. Алдымен осы екі өнімнің әрқайсысының жеке пайдасына тоқталып өтейік, содан кейін бал мен сарымсақ қоспасы арқылы емделудің тиімді рецепттеріне көшейік. Сарымсақ. Бәрімізге белгілі табиғи антибиотик. Оның ерекше қасиеті құрамындағы алицин атты затпен байланысты. Сарымсақтың құрамында 200-ге жуық биологиялық белсенді элемент бар. Дәрумендер, амин қышқылдары, минералдар және күкіртті қосылыстар. Сарымсақ иммунитетті көтеріп, вирустар мен бактерияларға қарсы күреседі. Ауырсынуды басады, қанды тазартып, қан айналымын жақсартады. Жүрек пен қан тамырларының жұмысын күшейтеді. Ағзаны уыттар мен зиянды қалдықтардан тазартады. Тер шығарып, несе байдайды, ағзаны жалпы нығайтады және сергітеді. Бірақ егер сізде гастрит, асқазан жарасы, нефроз, панкреатит немесе эпилепсия болса, сарымсақ жеуге болмайды. Ал жүкті әйелдерге сарымсақты өте сақтықпен тұтыну қажет. Себебі көп мөлшерде қолдану бірнеше күнге созылатын бас ауруына әкелуі мүмкін. Балдың құрамында табиғи қанттар, ферменттер, амин қышқылдар, алкалоидтар, дәрумендер, ақуыз және түрлі микро мен макро элементтер бар. Бал табиғи қант алмастырғыш қана емес, сонымен қатар ағзаға көптеген пайдалы әсері бар өнім. Ол вирустар мен басқа да инфекцияларға қарсы ағзаның төзімділігін арттырады. Қабынуға, саңырау құлақтарға және бактерияларға қарсы әсер етеді. Көп адамдар білмейді, бірақ бал тістер мен тырнақтарды да нығайтып, черридің ағзадан кетуінің алдын алады. Ерлер үшін бал ұрық сапасын жақсартып, ұрықтану мүмкіндігін арттыратын табиғи құрал. Сонымен қатар бал ас қорыту жүйесін жақсартып, тыныс алу жүйесіне де оң әсер етеді. Қант диабетімен ауыратындар үшін бал нағыз құтқарушы. Себебі ол қанттың орнын алмастыра алады. Бал тек ішке ғана емес, сыртқа да, косметикалық мақсатта қолданылады. Одан түрлі маскалар мен скрабтар жасайды. Ол теріні жаңартып жасартады, целлюлитпен күресуге көмектеседі, әлсіреген және сынғыш шашты қалпына келтіреді. Бірақ балды қолданбас бұрын аллергия жоқ екеніне көз жеткізу қажет. Себебі балға аллергиялық реакциялар жиі кездеседі. Ендеше, бал мен сарымсақ қоспасын кімдерге қолдану пайдалы? Біріншіден, ас қорыту жүйесінде ақауы бар адамдарға, бірақ қарсы көрсетілімдер болмаса ғана. Сонымен қатар ол вирустық және респираторлық инфекцияларда, бронхиалды демікпеде, жүректің ишемиялық ауруында, атеросклерозда, бронхиттен пневмонияда, ауыздың шырышты қабығы қабынғанда, дәрумен жетіспеушілігінде, жыныстық әлсіздікте, бүйрек жұмысының бұзылуында және өттің жеткіліксіз бөлінуінде өте пайдалы. Енді маңызды сұраққа жауап берейік. Неге бал мен сарымсақ қоспасын ашқарынға ішу керек? Себебі асқазан толы болғанда пайдалы заттардың бәрі толық сіңбейді. Ал егер сіз шын нәтиже алғыңыз келсе, қоспаны ашқарынға қабылдау пайдалы элементтердің қанға тез сіңіп, әсерін жылдам көрсетуіне көмектеседі. Бұл ғажайып қоспаны дайындау үшін 12 түйір сарымсақ пен 300 грамм бал алыңыз. Сарымсақты ұсақтап езіңіз, немесе ұнтақтап, оған бал қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырып, шыны ыдысқа салыңызда 7 күн бойы қараңғы жерде сақтаңыз. Бір аптадан кейін қоспа дайын болады. Таңертең ашқарынға күн сайын бір ас қасықтан ішіңіз. Сонда ағзаңыздағы өзгерісті байқайсыз. Бұл емдік өнім 2 жылға дейін бұзылмай сақталады. Қолдану курсы да маңызды. 7 күн қабылдаған соң 2 апта үзіліс жасап, содан кейін қайта жалғастырыңыз.
Мұны тұрақты түрде қайталау ағзаға үлкен пайда әкеледі. Иммунитетті күшейткіңіз келсе, келесі рецепті қолданып көріңіз. 50 грамм сарымсақты алып, оны тым ұсақ емес етіп тураңыз, немесе ет тартқыштан өткізіңіз. Алынған қоспаға 90 грамм таза спирт құйып, тоңазытқышта 30 күнге қойыңыз. Осы уақыт өткен соң, қоспаны бірнеше қабат тәке арқылы сүзіп, тағы 2 күнге тоңазытқышта қалдырыңыз. Содан кейін оған 15 грамм прополис тұнбасын және 60 грамм бал қосып араластырыңыз. Бұл құрамды арнайы схема бойынша қабылдау ұсынылады. Алғашқы күні 1 тамшы, екінші күні 2 тамшы, үшінші күні 3 тамшы, осылай 15 күнге дейін біртіндеп арттырыңыз. Егер сіз суық тигенін сезсеңіз, уақыт жоғалтпай, алғашқы белгілер байқалған сәттен ақ келесі қоспаны дайындаңыз. Бал мен сарымсақты тең мөлшерде алыңыз. Сарымсақты ет тартқыштан өткізіп, балды аздап жылытыңыз. Екеуін араластырып, күніне 3 рет ішіңіз. Варикоз, атеросклероз және жүректің ишемиялық ауруларында төмендегі рецепт тиімді. 180 грамм бал мен 110 грамм ұсақталған сарымсақты араластырып, 1 ай бойы тұндырып қойыңыз. Содан кейін күніне 3 рет 1 ас қасықтан ішіңіз. Курсты 2-3 ай бойы жалғастыруға болады. Егер бал мен сарымсақ қоспасына лимон қоссаңыз, оның емдік әсері одан әрі күшейеді. Ол үшін 7 лимон, 5 бас сарымсақ және 60 грамм бал қажет. Сарымсақты тісшелерге бөліп тазалаңыз. Ал лимонды қабығымен бірге шағын кесектерге бөліңіз. Тек дәндерін алып тастаңыз. Екеуін де блендерге салып, біртекті массаға дейін араластырыңыз. Осы сұйық қоспаға бал қосып, жақсылап араластырыңызда, біраз уақыт тұндырып қойыңыз. Сосын алынған шырынды сүзіп алыңыз. Мұндай сусынды тоңазытқышта 7 күнге дейін сақтауға болады. Тек қана қара шыны ыдыста сақтау ұсынылады. Бұл құрал иммунитетті күшейтіп, суық тиюден тез айығуға көмектеседі. Сондай-ақ ағзаны жылдар бойы жиналған токсиндер мен қалдықтардан тазартады. Егер бұл қоспаны ағзаны тазарту мақсатында қабылдасаңыз, алкогольден, кофеинді, күшті сусындардан, ащы дәмдеуіштер мен тұздықтардан бас тарту қажет. Сондай-ақ күніне кем дегенде 2,5 литр таза су ішу керек. Бұл қоспа ерлер денсаулығына да өте пайдалы. Оны қабылдаған адам потенция мәселелерін ұмытады. Себебі ол қанды тазартып, қан айналымын белсендіреді. Оның ішінде жамбас аймағында да. Нәтижесінде эрекция күшейіп, жыныстық өмір сапасы жақсарады. Простатит ерлер арасында жиі кездесетін аурулардың бірі. Ол зәр шығару кезінде қатты ауырсынумен жүреді. Егер осы қоспаны тұрақты түрде қабылдасаңыз, простатиттің белгілері азаяды, немесе мүлде жоғалады. Ал қышуы қасты безінің қатерлі ісігі қаупі де төмендейді. Бұл емдік қоспа зат алмасуды реттейді, асқортуды жақсартады және артық салмақтан арылуға көмектеседі. Спортпен шұғылданатын адамдар үшін бұл сусын бұлшық ет массасын көбейтуге ықпал етеді. Мұның сыры гормондармен байланысты. Бұлшық ет өсуіне тестостерон гормоны жауап береді, ал күшті физикалық жүктемеде кортизол гормоны бөлінеді. Ол керісінше бұлшық ет өсуіне кедергі жасайды. Егер жаттығу алдында бал мен сарымсақ қоспасын қабылдасаңыз, тестостерон бөлінуі артып, кортизолдың әсері азаяды. Ал енді бұл қоспа әйелдерге қалай әсер етеді? Ол тері астындағы майды белсенді түрде ыдыратып, жамбас, қол және іш аймағындағы апельсин қабығы деп аталатын целлюлитті азайтады. Өнім құрамындағы тиамин жүйке жүйесіне оң әсер етіп, жүйкелік бұзылыстардың алдын алады. Сарымсақ пен балды үнемі тұтынған әйелдерде ұйқысыздық, депрессия, ашушаңдық, шаршау, жүйке әлсіздігі сияқты жағдайлар сирек кездеседі. Алайда егер сізде мынадай белгілер байқалса, терінің қышуы, түшкіру, жөтел, тамақтың жыбырлауы, көздің қызарып жас ағуы, тілдің немесе еріннің ісінуі, бас ауруы, құсу немесе қатты әлсіздік, онда сізде балға аллергия болуы мүмкін. Мұндай жағдайда қоспаны дереу тоқтатып, дәрігерге қаралу қажет.
Қолдануды бастамас бұрын міндетті түрде аллергия сынамасын жасаңыз. Ол үшін аздаған балды шынтақтың ішкі жағына немесе білегіңізге жағып көріңіз. Егер 5 минуттан кейін қызару немесе бөртпе пайда болса, демек ағзаңыз балға сезімтал. Тағы бір маңызды ескерту. Кез келген табиғи емді бастамас бұрын өз дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Өзін өзі емдеу кей жағдайда ағзаға кері әсерін тигізуі мүмкін. Кей адамдар үшін бұл қоспаны қабылдаудағы басты қиындық сарымсақ иісі. Әркім маңызды кездесудің, жиналыстың немесе сұхбаттың алдында сарымсақ иісі шығып тұрғанда өзін жайлы сезіне бермейді. Бұл иіс сарымсақ құрамындағы күкірт қосылыстарынан пайда болады. Бірақ бұл мәселені шешу оңай. Жай ғана алма жеңіз. Алма құрамындағы қышқылдар сарымсақ иісін бейтараптандырады. Егер сарымсақтың өткір иісі сізге жағымсыз болса, қабылдаудан бұрын ақжелкеннің бір бұтағын немесе лавр жапырағын шайнаңыз. Олардың эфирлі майлары иісті уақытша басады және иіс сезу рецепторларын бәсеңдетеді. Егер сізге бұл ақпарат пайдалы болса, жаңа әрі қызықты мәлімет білдіңіз деп ойласаңыз, видеоны ұнатып, достарыңызбен бөлісіңіз. Денсаулығыңызға қамқор болыңыз және өзіңізге мән беріңіз. Каналға тіркеліңіз. Алда сіздер үшін бұдан да пайдалы кеңестер мен емдер туралы бейнелер болады.